Сәлем достар, дәл қазір сіздерге духовкада пісетін үйректің рецептісімен бөлсем. Алдымен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен 6 литр суға тұз, қант және бір апельсиннің соғын қосамыз. Одан кейін үйрегімізді салып 13 сағат немесе 14 сағатқа қалдырамыз. Тұздығымызды дайындаймыз. Соя соусына чесногымызды үкіштен өткізіп, 2 апельсин соғын саламыз. Тұз, бұрыш және кардамон, паприка және 1 ас қасық йод, майымызды салып араластырып, ертіп аламыз. Ерігеннен кейін 1 ас қасық кукурузный крахмал салып, қоюланғанша қайнатамыз. Мінеке біздің маринадта тұрған үйрегіміз дайын. Енді осыны алып, пергамент төсеп, ішіне алмаларды кесіп салып, одан кейін үлкен шпажканың көмегімен бітеп тастаймыз. Дәл видеодағыдай жасаймыз. Бәрін осылай жасап болғаннан кейін маринадымызды жағып, пергамент пен фольгаға жақсылап орап, 180 градуста 1,5 сағатқа пісіреміз. Алдына, артына бәріне жағамыз осылай маринадты. Одан кейін шпажканың көмегімен тесіп шығамыз. Бір жарым сағаттан кейін піскен үйрегімізді аламыз. Фольганы, пергамент барлығын ашып тастаймыз. Барлығын ашып, тұздығымызды тағы да жабамыз. Неге өстіп тұздығымызды тағы да молынан бір тегіс етіп жағып шығамыз. Одан кейін духовкаға ашық күйінде салып 10 минуттай пісіреміз. Одан кейін тағы аламыз, тағы жағамыз. Тағы да 10 минуттай пісіріп аламыз. Осылай 2-3 қайтара жасаймыз. Өте дәмді, қып-қызыл. Бұл маринад барлық құстардың етіне жарайды. Мінеке осындай дәмді духовкада пісіп шыққан үйрегіміз. Тауыққа да, қазға да барлығына жасасаңыздар болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Ақмарал.